Ал достар, біз дәл қазір бір паркке шығып барадық. Ол паркта гүлденген әлем. Мына қыз мен кофемді тартып алды. Адам сияқты өзі фанта ішіп келе жатқан, мен кофемді тартып алды. Бүгін басқа машина екенбіз. Басқа машина. Қазір көрсетемін. Мынандай машинамыз деген. Тесла деген. Айгүл отыр. Дейсің, тарт. Отыр енді. Ал, шүкір Алла, кеттік ал. Ар отырасың ба, или қалай, или аяқ кесеміз ба? Приятно пахнет, да? Очень приятно. В общем, қазір еще біздің видеоларды көп адамдар салып жатыр, 50 мың теңге ұтамыз деп. Бүгін біраз адамға 50 мың теңге салып, и условияны басқаша қалдырамыз. Күтіп отырыңыздар. Иә. Айгүленовпен бірге андай бір паркке келе жатырмыз. Билет алдық. Қымбаттау екен, но ничего страшного. Айгүленовқа не жалко ғой. Сап-сары болып киініп алыпты, еще кроссовкасы да сары. Сары мамасына дәрі деген сияқты. Енді кішкене айта берсе, какая разница. Мына жерге жатыр, как что видеолар түсіретін сияқтымыз. Күтіңіздер. Бүгін бірақ шынымды айтсам, ұйқы қанбады енді. Көп ұйықтағанмен ұйқы қанбады. Айдам! Демей қойшы, пожалуйста. Ят болса да, не болса да, сол жағдай. Опай, не деген адамдар жына жүрді. Опай. Мына жер енді сұмдық болып тұр екен. Кәдімгі сказкада жүрген сияқтымыз. Шынымды айтсам, мына кісі болмаса бұндай жерге бармайсың да ғой. Гүлдердің иісі жақсы болып тұр екен. Кино ма қалай өзі? Ойбай. Шынымды айтсам, қатты таңғалатқан жоқпын дейсің. Просто ақшаны ақтау үшін кішкене. Деп, 60 төледік қонда жерге. Ақшаны ақтау үшін жасап жатыр. Принцесса деп алдым ба, жетім ба? Жетім ғой, ұйықтатып кетті бізді. Жарайды енді. Мен білем ғой менен. Бір күт қой, өкі деген ес. Қалай дейді? Тағы айтшы. Айтса. Айт дес. Жалпы бүйтіп бір қарап, 5 минутта қарап шығатын жер екен деп отырмын. Мен соны айттым ғой, сразу білмей қояйық. Енді бір қарап шығудың өзі 5 минут. Чего стоит? 5 минуттың өзі иногда көп дейсің ғой, ә? Зато көзіміз тойып андай, көріп қаласың. Мен көзім аш емес еді, ну ладно. Кетші. Самолет жауып. Блин, мына жерде бір самолет бар екен тұрып қалған. Сен сен өмір бақи телефонда. Салып жатырмын видеомды. Сал. Өмір бақи депсің, мә жалып айтып қалып жүрмін. Сал. Мен де сен түсіріп атқан моментін түсіріп аламын. Үнемі телефонда. Жұмыс істеп жатырмын енді арсай. Халыққа көрсетеді. Мына жақтан кіріп па жана? Мынау, короче, смурф көргіле дегендердің үй емес пе да? Андай. Любойын таңдап бұл жерде тұрамыз ғой әлі екеуміз. Если он көріп біреу ашатын шығар, может. Брат, тұз бар ма? Дейсің ғой ма? Қазір Айгүленовпен бірге видео түсірейін деп жатыр. Мына жерге, короче, телефонды қоямыз да, айналады. И осы жерде бір қызық видео шығайын деп тұр. Осы? Ей! No! Болмайды деп, өз қайтып жатқан қалай болады екен? Римшасқа видео түсіреміз. Телет жүрді басында. Телет еді ғой. Кіре салып бізді қораға тығып жатыр. Қан сарысы ма? Басына тағы принцесса деп. Месекең біліп қойды ау деймін, негізі. Kazakhstan. Okay. I make the princess of Kazakhstan. Казахстан принцессасы. Красиво. Красиво. Айгүленов. Name Айгүленов.
Name Aiguyon. Айгуленок. Aiguyon. Princess of Айгулен. Иә. Дәл өзі. Sister? Олар жегізді өлтіреді екен да бұлар. 1 minute I bring. Иә, қазір картамды алып келемін дейді. Бізде наличка қалған ғой, сол картамен жүр. Иә, өлтіреді екен, иә? Принцесса деп қойып. Өлтіреді да бұлар. Екі ат тұр. Мынау мен, мынау Айгүл. Мынау Бағжан. Тура как раз. Ортасында тұр ғой мен, Бағжан. Міне Айгүл. Мынау мен, мынау Айгүл. Неге дәу? Мына жақтан біз мына басына жетеміз дегенше екеуміз біраз жаяу жүріп. Ана гүлдің ішінде де жаяу жүрдік. Бірге қол ұстасып алып. Біз қол ұстаспаймыз. Біз құшақтасамыз. Сонда алдында осыған 3 кружочек алдында не болды? Ол кезде былай. Или былай. Анаған мінеміз. Точно соған мінеміз, ә? В общем, ары қарай стористің бәрін Айгүл жүргізеді. В общем, маған отырайық деп, аспанға дейін айналады екен. Мен желание болмай тұр. Не отыршы? Ұзақ күтеді екенбіз. Ұзақ күтеді екенбіз. В общем, достар, мынаған точно мерзім болды. Аспанға барады да түсіріп жібереді. Айгүлмен еще. Қазір түскен видеоны осы жерге салатын боламын. Қара. What goes up must come down. Достар, уже біреуден кейін міне қараңдар. Мыналар отырады и мыналар түседі уже. Сосын Айгүл екеуміз өнеміз. Бля, қорқынышты. Қалайма Хан-Шатырдағысынан екесі үлкен сияқты Астанадағынан. Hold on your restaurant, please. Бұған деп береді. Қорқытырсың ба? Ал басталды. Айгүл отыр, Айгүл. Ал Айгүл. Не дейсіз? Енді білмеймін, түскеннен кейін айтамын, кәштене айтамайын. Мен қазір түсіретін боламын, осы жерге саламын. Күтіңіздер. Кім қоясың ғой, врач? Бісміллә. Да, жақсы. Уайымдама. Сен менің қасымда, мен уайымдасың. Енді қатты өліп тұр екен. Кім уайымдама, Айгүл? Қолым қатты дірілдеп жатыр. Әке қойыңыздар. Кім уайымдамасың? Bismillah. Beğenme. Aynen buna. Arda. Özbekistan. Алматы. Чимкент. Yeah, Chimkent. Maşallah. Assalamualaikum. No, thank you. Болды. Так, дәл қазір Айгүлдің сторисін қанша адам көріп жүргенін көреміз. Қараңыздар. 160 мың подписчигі бар. Не 23 сағатта 350 мың. Негізі 400 мың адам. Оның 64 мыңы неда подписчик екен. Поэтому Айгүлге көз тимесін деп Айгүлді абастаймыз. Тұрсай. Көрінбайды ма? Тимей қалды. Көз тиіп кеткен уже. Салас. Мына өмірге кетсін аталасы. Қоясың короче. В общем, сол. Еще мынандай жаңалық Айгүл аккаунтын жабатын болды, короче. А то бәрі шпион сияқты кеп, кіріп шығып кетіп жатыр. Поэтому мынау аккаунтты жабамыз. Поэтому подписаться. В общем, бір қызық жерге келдік. Билет алдық. Мына екеумізге, енді операторға біз түсіріп жүру үшін. Қызық ойнап тұрған сияқты. Қайда келді деп ойлайсың жалпы? Енді примерно гүл андай енді 201 гүл бергеннен ғой, енді мына жақта одан көрейін деп жатырмын. В общем, қызық болады, күтіңіздер.
осындай жерде парктің арасы ма қалай? Цветочный мир болып тұр ма? Жарайса айдайын ұмытып қалғансың. Бүгін енді завтракты үйден ішейін деп жатырмыз. Енді тұрып отыр көбісі. И осындай завтрак. Бүгін өзім қолымнан дайындадым енді. Дәмі. Енді обычно жұмыртқа турецкий завтрак сияқты болып тұр түрі. Осы. Чё там? Қоймай айтсыңдар ғой жазып сторисқа. Қашан шығасыңдар, қайда кетіп қалдыңдар, түс болды, кеш болды деп. Болды да, бастайық. Телеграмдағы видеоларымызды. Лайк басып қойыңыздар осы видеоға. Жиі сап тұрайын сіздер үшін. Біз алайықты Киваноға келдік, как всегда. Біз ең бірінші киген кезде қарайтын затымыз ол SPF кремдер. Осы жердегі барлық ассортиментті қарап көре аласыздар. Заказ берсеңіздер де болады. Негізі SPF крем кез келген қызға да жігітке де жағу міндетті. Себебі қазір күн сәулесі, білесіздер, қатты болған сайын бетте мимический морщиндар шығады, уже и қара дақтар пайда болады. Соның барлығы күннен дұрыс қорғанбағанның әсерінен да уже сізде дұрыс защита болмаса, дұрыс уход болмаса, бетіңіз құртыла бастайды. Сол себепті міндетті түрде осындай SPF кремдер алыңыздар. Мысалы біз осындай Dermabid'in SPF крем алып жатырмыз. И для тела жақсы, и балаларға да қолдануға болады. Гипоаллергенный тоже келіп осы жерден SPF алып кетсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Қазір мен сіздерге келесі стористе бір фото көрсетем. Күлетіндер күліп алсын, бірақ прикол ұстамаңыздар, Жаңа бір класстасым жіберіп, өзімді көріп, өзім күлдім ау. Прикол ұстамаңыздар, бірақ. Но мало yok тоже. Не бол? Бір ағаш. Пысыжы. Пысыжысын бар, елсін бар. Ақпедерес. Кеңседің сыртынан тұратын орама. Соға тағатын. Асқа барған кезде. Әбідеға. Браслет. Бюджетерияларын. Сырғалар. Тағы да сырғалар. Осында бар. Шашқа бүйгөдей. Бітті бірінші пакет. Тенкал. Жәймекі. И асты. Сен кімгісің? Комбинезон. А тоже комбинезон. Атқа кеттің десің. Мына комбинезон күшті.